Сәлем балақай. Күнделікті менің ертегімді тосып отырған боларсың. Ендеше, берек экранға жақында. Мен саған ақ тиін мен қасқыр туралы ертегі айтып беремін. Ақ тиіннің орманда мекендейтінін білесің, я? Ол жүні үлпілдеген өте әдемі кішкентай аң. Ақ тиін бір күні бұтақтан бұтаққа секіріп жүріп, жерде ұйықтап жатқан қасқырдың үстіне құлайды. Қасқыр орнынан атып түрегеп, тиінді ұстап алады. Тиін қасқырға жалына бастайды. Мені жеме, жіберші, дейді қасқырға. Қасқыр сол кезде оған былай депті: жарайды, мен жіберейін, бірақ менің бір сұрағым бар. Осы сендер неге үнемі қуанып, шат-шадыман болып жүресіңдер? Соны айтшы, дейді екен. Оған тиін: жарайды, айтайын, тек мені бірінші босатшы. Әйтпесе, жүрегім дірілдеп, қорыққанымнан ештеңе айта алмай тұрмын. Дегеннен соң, қасқыр тиінді босатады. Тиін секіріп ағаштың басына шығып, қасқырға былай дейді: сен, қасқыр, залымсың. Залымдық ішіңді жандырады. Сондықтан да әрқашан қапалы болып жүресің. Ал біз ешкімге зұлымдық ойламаймыз. Сондықтан да біз әрқашан қуанып, шат-шадыман болып жүреміз, деген екен. Сондықтан да өзің айналаңа шуақ шашып, елдің барлығына жақсылық ойлап жүрсең, сенің де көңіл күйің көтеріңкі болып, шаттанып жүретініңді ұмытпа. Осы қағиданы өмір бойы есіне сақтайсың деп ойлаймын. Жарай ма? Келістік. Ал енді мен сенімен ертеңге дейін қоштасамын. Қош сау бол.